кінәні басқадан іздеу. Адамды кері тартып, кемелденуіне кедергі келтіретін кесел, жетістікке жетуіне бөгет болатын жаман мінез, қатені әрдайым өзгеден іздеп өзіңді ақтау. Мұндай дертке шалдыққан адам кез келген сәтсіздіктерін басқадан көретіндіктен өз қатесін өлсе де мойындамайтын, тоң мойын, кемшілігін көре алмайтын көрсоқырға айналады. Ал кемшілігін мойындамаған адам өз қатесін түзетуді, кемелденуді ешқашан ойламайды. Өйткені оның түсінігінше бәрінен басқалар кінәлі. Өткен жылы бір кәсіпкер азамат маған арнайы келіп кәсібінің жүрмей, істерін кері кеткеніне шағымданды. Қайреке, бір дұға оқып дем салып жолымды ашып беріңізші деп өтініш жасады. Мен одан кәсібінде қандай келеңсіз жағдайлар орын алғанын сұрағанымда, бас есепшім мені осы уақытқа дейін алдап келіпті, ақшамды ұрлап жүр екен. Салықты дұрыс төлемегендіктен фирманың мойнында мемлекетке беретін қыруар қарыз тұр.